жүктілік кезінде даму ақаулар, хромосомны даму ақаулары кезінде өзінің тексеру ерекшелігі бар. Ол сіз жүктілікке тұрған кезде 12-13 аптаңызда сізден генетический скрининг деп айтылады. Генетический скрининг анализі алынады. Сол генетический скрининг сізде даун, апаттау деген сияқты хромосомалық аурулар бар. Яғни жазылмайтын аурулары бар. Ауытқулар анықталса, сол жерде, сол анализде қауіп белгісі шығады. Сол қауіп белгісі шыққаннан кейін, ол қауіпті растау мақсатында, диагнозды нақтылау мақсатында сізге генетик дәрігер амниоцентез, биопсия плаценты деген тексеруге жолдама береді. Осы не зерттеу и оның қандай ерекшеліктер бар екенін айтқым келеді. Көп әйелдің түсінігінде ол кіндіктен су алады деп айтылады. Ол кіндіктен су алады деп айтқан, ол салыстырмалы түрде айтылған нәрсе. Негізінде лабораторияға жіберілетін тексеру ол қағанақ суы. Қағанақ суынан баланың ДНК-сы туралы мәлімет алынып, ол қағанақ су арнайы аппаратқа салынып, микроскоппен қаралып, сіздің ұрығыңызда генетикалық ақау бар ма, жоқ па деген тексеруге сұраққа жауап аласыз. Егер де құрсақтағы ұрықта қандай да бір генетикалық ақаулар пайда болса, ол нәрестенің өмірге деген қабілеті төмен, табиғаты басқа жаңағыдай нәресте туылады деген сөз. Сол диагноз расталса немесе расталмайса, сіздің жүктілігіңіз ары қарай жалғастырылады ма, жалғастырылмайды ма, шешілетін сұрақ. Сондықтан бұл тексеру кәдімгі укол саласыз ғой, жамбасқа укол саласыз, тамырға укол саласыз. Оның жаңағыдай ауырсынулығы, қиындығы тура осындай сияқты. Ол өте қатты ауырсыну жоқ ол жерде, тек қана бір укол салған сияқты. Укол іштің алдыңғы қабырғасына салады. Қылдың жіңішкелігіндей ұзын ине қолданылады. Ол ине, мысалға қараңыз, мына жерде жатырда ұрық жатыр дейік. Ол ине мынау бос тұрған жерге мына ине кіргізіліп, мына жерден 15 мл қағанақ су алынады. 15 мл қағанақ су алынады да, бұл жаңағы айтылған лабораторияға жіберіледі. Ол ғылыми түрде аталу амниоцентез деп айтылады, немесе плацентаның биопсиясы деп аталады. Ал жалпы халықтың ішінде кіндіктен су алу деп айтады ол нәрсені. Бұл нәрсе жаңағы растайды. Балада генетикалық ақау бар ма, жоқ па? Жоқ болса, сіз көңіліңіз жаңағыдай успокоиться етіп, 9 ай спокойно жүруге мүмкіншілігіңіз аласыз. Ал егер ұрықта даму ақау анықталса, сіздің жүктілігіңізді үзу туралы консилиум жасалады. Сол консилиум шешеді, сізге жүктілікті үзу керек па, үзбеу керек пе деп. Сондықтан 9 ай бойы күмәнданып жүрмес үшін осы процедурадан өтулеріңізге кеңес беремін, егер сізге генетик направление берсе. Қазір сізге бүгін жасалған, өзім жасаған амниоцентез процедурасының видеосын жібереміз. Ол жерде ешқандай қан, ондай-мындай сіздерге көрінбейді, еш уайымдамай көре беріңіздер. Ол УЗИ-мен жасалатын процедура. Сіздерге УЗИ-дегі экрандағы картинканы көрсетеміз, чтобы сіз түсініп тұрғасын, түсінуге оңай болу үшін. Так что қазір видео жүріп жатқан кезде мен тағы да комментарий жасаймын.